Қаратоған ауылына 27 жылдан кейін әкеммен кездесуге келдім. Білмеймін, салғаным дұрыс па, бұрыс па, көп ойлана келе өзім үшін естелік болып қалсын деп салуды жөн көрдім. Таңғы 4-те жолға шыққан болатынбыз. Жолдан осындай түйелер көріп қалдым. Иә, түйе көрмегем, сол үшін қатты қуандым. Ішімдегі түсініксіз сезімдер, біраз сұрақтар. Әкемнің бетін қайдан табамыз, қайда барамыз деген сұрақтар болды. Бірақ Қаратоған ауылы кішкентай болғаннан кейін барлығы бірін-бірін біледі екен. Басына барып Құран бағыштап, қолымнан келгенінше жеті отбасыға азық-түлік алып бердім. Нарынқол, Сарбастау, Қарасаз деген ауылдарға кірдік. Әкемнің әпкелерінде жолықтырған болатынбыз. Суреттерін, видеоларын салуға ыңғайсызданып отырмын. Тәбі танысып, көріскенімізге қуаныштымын. Шынымды айтсам, қазір озвучка жасап отырып, не айтып, не қойғанымды өзім де түсінбей отырмын. Қысқаша айтқанда, 2 жыл бойы ниеттеніп жүрген бір міндетімнен арылдым десем болады. Қайтар жолда Шарын шатқалына кіріп, бір демалып алғанымыз бар. Жанымда әрқашан сенімді серігім, жолдасым жүреді. Әкемнің туыстары, күйеуімнің орыс екенін көрген кезде біраз таңғалып қалғандары бар. Өзім ойлаймын да, іштерінде біраз сұрақтар мен түсінбеушіліктер қалған шығар. Әрине номер алмасып, болашақта араласайық деген ниет болды, бірақ та мен әлі қабылдай алмайтын сияқты. Мен үшін қалай бар, солай қалғаны дұрыс сияқты.